Жастарын Атырау облысының жастары премиясы. Облысымыздағы көзі ашық, көкірегі ояу, облысымыздың өркендеуіне өзінің үлесін қосып жүрген жастарымызды бүгін міне марапаттау сәті. Награда? Я никогда раньше не получал награду. Смотри, Скала, мне дали награду. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. 7 желтоқсан күні Құрманғазы мәдениет сарайында жиылған жұрттың қарасы көп болды. Себебі жыл бойы сарапталған жастарын премиясының иелері марапатталды. Облысымыздың экономикасына, білімі мен ғылымына, мәдениет пен өнердің өркендеуіне атсалысып, қайырымдылық жасап, жомарттық танытқан жандарды елеп ескерді. Облысымыздың әр аумағында қызмет етіп жүрген, атап айтар болсақ, мәдениет қызметкерлерінің, ұстаздардың, дәрігерлердің, спортшылардың тағы басқалардың арасынан үздіктердің үздігін анықтау мақсатында ұйымдастырылған жоба. Жоба өте жақсы ұйымдастырылған. Шараны ұйымдастырушы қаламыздың жастар саясаты мәселелері басқармасы. Сарапқа түскен үміткерлердің барлығы дерлік үздіктер. Бірақ сараптау комиссиясына үздіктер арасында үздіктерді анықтау қиынға соққандығы айтылмаса да белгілі жайт. Премияны жүлдегерлерге өңірге танымал тұлғалар табыс етті. Марапаттаушылардың қолына тиген конверт ішінде жасырылып тұрған есімдер барлық үміткерлерді бей-жай қалдырмасы анық. Бірақ жеңімпаз жалғыз болатындығы белгілі. Жобада жеңімпаз атанатын жандар қайырымдылық жасауда жанына серік еткен. Ешкімнің ықпалынсыз ақ қиналғанға көмек қолын созғанды өзіне парыз деп білген жандар. Жеңімпаздар есімі анықталды. Жеңімпаздарға естелік сыйлықтар және жастарын премиясының арнайы статуэткасы табыс етілді. Ержан Ордабаевтың есімі көпшілікке күні кеше ғана қаламызда ересектер арасында бокстан Қазақстан Республикасының чемпионаты өткеннен белгілі. Себебі Ержан бұл додада бағы мен бабы қатар шауып, алтыннан алқа тағынып, қала әкімшілігінің арнайы сыйы темір тұлпарды иемденген болатын. Бүгінде Ержанның марапаттары қатары үздік спортшы номинациясымен толықты. Жарыс қиын болды ма бірінші орын алу? Әрине қиын болды. Барлық облыстың мықтылары келді, бірінші номерлері. Осы жарысқа бір жыл дайындалдым, дұрыстап бәрін қойып. Жалпы бұл сіздің алғашқы марапатыңыз ба? Алғашқы марапат. Бокстан сізге автокөлік сыйға тартты. Сол автокөлікті қандай мақсатта пайдаланып жатырсыз? Немесе сыйға тарттыңыз ба? Автокөлікті қазір өзім айдап жүрмін. Енді әкеме сыйласам ба деп ойым бар. Жалпы алдағы уақытқа жоспарларыңыз қандай? Осы 2016 Риода өтетін Олимпиада мақсатын. Сонда өнер көрсетіп, жас жүлде орынға. Шарада жеңімпаздар құрметіне өнерпаздар өнерлерін ортаға салды. Ән шырқалды, би биленді. Атырау облысының намысын республика деңгейінде қорғап жүрген Сағыз Жайдарман тобы көрермендерімізге мерекелік көңіл күй сыйлады. Айтат, бәрін айтат. Айтаман? Айтасың ба? Кеттік, дайын болса кеттік. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Ювентус. 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 Галатасарай. 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 Ливерпуль. 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 Айтамаймын мен. Не істейсің де басқа? Бүгінгі кезінде жұмысқа келгенше ауылда орыс тілін салып қоймын. Орыс тілін салып Еріктілер ААА ұйымы. Қоғамның әр саласындағы көмекке мұқтаж жандарға, қарттарға, жетімдерге қайырымдылық жасап, елдің алғысын алып жүрген ұйым. Жас болса да бұл ұйымның басшысы Алмас Нысанбаев қалың көпшілікке өз жаңа бастамалармен көзге түскен жастардың бірі. Жастарын премиясы Алмастың алғашқы алған жеңісінің бірі. Жеңісіңіз құтты болсын, Алмас. Жалпы бүгінгі жастарын Атырау облыстық премиясынан алған әсеріңіз қандай? Рахмет біріншіден. Бүгінгі осы жастарын премиясынан алған әсерім әрине өте жақсы, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ұйымдастырушыларға өзімнің атынан, сосын еріктілер атынан шын алғысымызды білдіргіміз келіп отыр. Дәл осындай премия басқа да бір марапаттаулар алып көрдіңіз бе? Шын айтса, бұл дейтін менің бірінші премиям осындай деңгейде өтіп жатқан. Оның алдында, басында ондай премияға қатысқан жоқпын. Жалпы жаңа марапаттау кезінде естіп жатырмыз, сізді кішкене сәбилерге, жастарға көптеген қолдау көрсетіп жатыр деген естідік. Сіз өзіңіз жассыз. Бұл бастамаға не себеп болды сізге?
Менің ойымша бұнда жас болған емес, бұл әр жаңағы жастағы балдар емес, енді адамдар өз ат салысу керек, өз көмегін көрсету керек балдарға, қарттарға. Міне бүгін жастарын Атырау облыстық жастар премиясы аяқталды. Марапатқа ие болған жас дарындарымызды әрине Жас ТВ интернет порталының атынан құттықтаймыз. Алдағы уақытта облысымызда, қаламызда дәл осындай жас дарындарымыз көп болсын деген тілектеміз.